барлықтарыңызға сәлем. Бастыр келген жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Жаңа жылды өте көңілді қарсы алды деп үміттенемін сіздерден. Жаңа жыл сіздерге жаңа табыстар алып келсін. Что это было? Salim munda kenci ay boş Janetuna ağlap koyunuz Bizi özü sosun Gözetemiz sizlerge devlet olsun Жалпы осы топтың құру қашан құрылды? Бірден осы топ осы мүшелер болды ма, жоқ қалай жиналдыңыздар? Неше жылдай уақыт? Ол сұраққа енді жауап беріңіздер. Негізінде топ 2,5 жылдай жасалды. 2 жылдай жасалды. Ең басында негізі Ейзи екеуміз K-Top Idols деген проекттің ішінде болғанбыз. Соның ішінде біраз адам өзара бәсекелестікке түсіп, жарысып, одан кейін қалған болатын. Ең аяғында финалда Ейзи екеуміз қалдық. Одан кейін бізге Бала мен Әлем қосылды. Біраз уақыттан кейін, тағы біраз уақыттан біздің қасымызға Эйс қосылды. Ол 1 жылдай уақыт алды сонда. Жалпы кастинг болды ма, жоқ бір? Кастинг болды ең басында, иә. 300-дей адам қатысты. Содан кейін 24 адамды бүйтіп алып алды ішінен, іріктеп. Сол іріктеудің ішінде апта сайын бізде биден, әннен жарыстыратын бір-бірімізбен бәрімен. Топқа бөліп әртүрлі қылып. Соның ішінде Ейзи екеуміз қалдық. Деп қайтын айтып отырсың, Ейзи. Біздің жұлдызымыз Бала. Себебі дәл сол есте қаларлық жағдайлардың бәрін істейтін, көбінесе басты рөлде ойнайтын біздің Бала болып шыққан. Несімен? Мысал үшін, дәл қазір біз осы жерге келмес бұрын мәшінемен келатқан кезде Бала артқы есікті ашпағанда басқа мәшіне сол есікті соқып кеткен болатын. Сол үшін біз дәл қазір осы жерге кешігіп келдік. Келеңсіз жағдай дейсің ба? Баламен ба? Иә. Қалай қарайсың? Айыптама шатыстырып отырған кезде ма? Иә. Елдің бәрі қалай қарайсың билейін деп жатсам, жоқ. Елдің бәрі айыптама билейін деп жатса, жалғыз өзі Бала артта тұрып кетіп. Бізде, ол фото бар да? Фото бар, бәріміз бұлай тұрса, біздің бұрынғы болды ғой, қалай қарайсың да? Сондай Бала аспанда тұрады. Жалғыз өзі. Ол келесі жағдайда ешқалай құтыла алмайсың, ол сөйтіп қалды солай. Оригинал. Жақында негізі Алматыда сольный концертте аяғым тайып кетіп жарға жабысып қала жаздады. Соны алып кеттім. Шүкір. Бала профессионал. Сол сияқты жағдайлар бізде өте көп болды, және де сол жағдайлар мүлдем қайталанбасын деп, Балаға жол ашылсын деп тілейік. Қысқаша жауап беріп тастайық. Псевдоним. Қысқаша, псевдонимы как придумывались? И кем придумывался? Сен бірінші баста. Эйзи, Азамат Синкаев. Эйзи просто. Әлем придумал сам, так как менің руым Әлім ұлы, оның ішінде Шемекей. Сондықтан мен это производная от ру Әлем. Менің псевдонимімді міне мына қасымда отырған жігіттер қойды. Мен псевдонимімді Қазақ деп балалар қойды. Себебі мен қазақпын. Бұған үлкен себеп, бұған негізі қазақ деп қоюға, Зак деп қоюға үлкен себеп бар. Өйткені Зак бізде лингвист, ол қазақ тілін өте жақсы меңгерген бала.
Сондықтан қазақ тілінің дамытатын болашағы рэп бағытында, Хип-хоп культура. культураны бағытатын зак деп ойлаймын. Сондықтан біз зак деп қою заңдылық. Сабақты дұрыстап оқыңыздар әйтпесе екі қоян. Я менің жаңағы эйс деп атайтыны. Негізі эйс деген бір карталар білесіз ғой, ойнайтын карталар болады. Сонда туз деген сөз бар да, ол ту деген а деген арыппен. Ол толықтай айтқан кезде эйс деген сөз да. Эйс деген ол сонда туз, ас своего дела деген сияқты өзінің ісінің асы дегендей, және сондай бір ерекше мағына береді. Мен өзім соны таңдадым, қаладым, иә. Бір рет біз такси ұстап жатқан кезде бізді бір такси ұстап кеткен болатын. Мини Купер деген машина. Сол кезде ішіне отырған кезде бәріміз мәз болып қалдық. Ішін көрген кезде таң қалдық. Сол кезден бастап Мини Купер ұнап қалды. Мини Купер, иә? Білесіздер ма, әзілді эйс өзінің әлемінде дейді. Бұл негізі анық анықталған нәрсе да. От шынымен отырады да. Қазір енді өз әлемінен шығып жүрмін кішкене. Иә, қазір. Жауап шыға маған. Сондай қызықтар болады, сөйлесіп отырамыз, бүйтіп кетіп қалады. Дейді сосын. Қимайды өз әлемін мүлде. Вот таких вопросов не было. Мой любимый футболист это, во-первых, Месси. нет, Эден Азар в футбольном клубе Челси. А потом во втором месте это Месси. Футбольный клуб Барселона. Теперь Алем. Мой любимый футболист это Зинедин Зидан. Зизу, мне кажется, он самый великий. Один из самых великих футболистов. Он крутой! Плакал? Нельзя. В общем, вы не услышали слова Алема. Ты любитель Челси, Дида? Любитель. Любитель. Не, на самом деле я не любитель Челси, но мне нравится, как играет Челси Назар. Мне нравится его, в общем, нравится. Sağ ol.